Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. 5 жұмыртқамызды ағын бөлек, сарысын бөлек ыдысқа салып, үстіне қантымызды теңдей бөліп, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыздың сарысында аппақ көбік пайда болғанша араластырамыз. Міне жұмыртқаның ағы да дайын, енді бірге біріктіретін боламыз. Аз-аздан салып, осылай жақсылап біріктіріп аласыздар. Міне тез-тез араластырып тұрасыздар. Міне тағы да жартысын салып, тағы да осылай араластырып аласыздар. Міне мен барлығын салып, тағы да араластырып қойдым. Ұнға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып араластырып жібереміздер және електен өткізіп саламыз. Електен міндетті түрде өткізіңіздер, сонда бисквитіміз басылып қалмайтын болады. Осылай астынан үстіне қарай жасап шығасыздар. Бір келкі болғанша араластыра бересіздер. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Осындай кольцоға астына фольга төсеп, жаңағы қамырымыздың барлығын салып шығамыз. Осылай бетін түзулеп жіберіңіздер. Сосын ақырындап осылай сілкіп жіберіңіздер. Сонда бисквитіміз әдемі көтеріліп шығатын болады. 190 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін 1 сағат бетін ашпаймыз, 1 сағаттан кейін алып осылай төңкеріп қоямыз. Астындағы фольгасын алып, пышақпен жан-жағын кесіп аласыздар осылай. Сосын кольцомыздан ажыратып аласыздар. Міне бисквитіміз өте күшті көтерілген және осындай жұмсақ болып шықты. Толық суығаннан кейін пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Енді крем дайындайтын боламыз. 500 грамм сливкемізді құйып, қою болғанша миксерлеп аламыз. Кішкене қоюланып жатқан кезде миксерімізді тоқтатып, үстіне осындай қоюлатылған сгущенкамызды салып, араластырып аламыз. 1 пиала йогуртымызды құйып, тағы да араластырамыз. Осылай араласып жатқан кезде 1 тамшы красителімізді қосып жібереміз. Түсі әдемі болу үшін. Міне қараңыздар, креміміз дайын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Кольцомызға бисквитімізді салып, бисквитті мен 3-ке бөлдім. Міне кондитер қапшығына кремімізді салып, осылай жасап шықтым. Кольцомен кондитер қапшығы міндетті емес, онсыз да тортты жасауға болады. Арасына осындай малина салып шықтым. Тағы да банан, қарақат және құлпынайды салуға болады. Үйіңізде қандай жеміс-жидектер бар, соны сала берсеңіздер болады. Малина салу міндетті емес, қалауыңыз. Енді міне 3-ші бисквитімізді салып, үстіне кішкене крем жағып қоясыздар. Міне пищевой пленкамен бетін жауып, тоңазытқышымызға 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне мен 2 сағаттан кейін тортты алып, енді жинайтын боламын. Міне қалған кремімізбен бетін, жанын осылай жағып, әдемілеп шығамыз. Міне мен осындай насаткамен осылай үстіне гүл салып шықтым. Үстіне малина қойып шығамыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызбен жасап шығыңыздар. Мен осылай кокос стружкасын қостым. Енді міне кесіп көретін боламыз. Міне қараңыздар, өте жұмсақ болып кесіледі, қараңыздар. Дәмі де өте күшті болып шықты. Кәдімгі йогурттың дәмі. Сіздер де осылай жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер, ал маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Зарина. Рахмет.